Ең алдымен 200 мл су құйып алдық, жылы суымызды құйып алдық. Одан соң 3 ас қасық тұз құйдық, салдық, яғни араластырып, одан соң 1 жұмыртқа салдық, араластырып, үккіштен өткізілген ұн қосамыз. Оны жақсы жұмсақ қылып иілеп 15 минутқа қойып қоямыз. Осындай зуалылар шығады бізде. Енді пельменнің сорпасын дайындаймыз. Қазақша түшпәрайы. Енді сорпамыздың майын құйып алдық. Енді етін салып жатырмыз. Етін қуырып алғаннан соң қып-қызыл әдемі қылып, әрі қарай пиязын саламыз. Пиязынды қызыл қылып қуырып, одан әрі сәбізді саламыз. 4 бүршті майда қылып туырылған сәбізімізді салдық. Одан соң тұзымыз, яғни дәмдеуіштерімізді салдық. Картопымызды қуырып, барлығына суымызды құйып алдық, өзіміздің қалауымызша. Әрі қарай начинкасын, салмасын дайындаймыз. Түшпәраның майдалап 4 бүрштіріп турап, ылғал салқын қолымызбен турап езіп алсақ, қолымызбен өте жақсы болады. Қамырға салған кезде ыңғайлы болады. Мынандай етімізді салып араластырып, одан соң тұзымызды салдық, бұрыш саламыз. Әрі қарай қамырымызды илеуге кірістік. Қамырыңыз жұқа, тым жұқа болғанда жақсы болмас, одан орташа деңгейде жайғаныңыз жақсы. Қамырды қайта-қайта орап алған дұрыс. Енді түйуді үйренеміз. Өзіміздің қалауымызша салып, форманы өзіміз қалауымызша істесек болады. Мен осындай түрін таңдап алдым өзіме. Осылай ыңғайлы маған. Енді қайнаған сорпамызға түшпәраларымызды салып алдық. Енді 15-20 минутқа қалдырамыз. Ас болсын.